Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өз қолымызбен мынадай киндер сюрприз атты ойыншықты жасаймыз. Егер сіздер де жасауларыңыз келсе, ары қарай видеоны көріңіздер. Ең алдымен А4 форматындағы қағазды кішкентай бөліктерге қиямыз. Шамамен 3 см. Бірақ барлығы бірдей емес, әртүрлі болса да бола береді. Ең бастысы тым майдаланып кетпесе болды. Шарымызды керекті көлемде үрлейміз. Үлкен болсын, кіші болсын, ешқандай айырмашылығы жоқ. Қалай ұнайды, сондай қылып үрлейсіздер. Және шардың астына жұмыс орныңыз таза болу үшін газет немесе ақ қағаз қойып қойғанымыз дұрыс. Енді негізгі жұмысымызға кірісеміз, яғни ыдыстағы суға қиылған қағаздарды малып отырып, сулап отырып, шарға жаймендеп жабыстырамыз. Мән беріңіздер, шарда ешқандай ашық жер қалмау керек. Шардың байланған тұсын ғана қалдырамыз. Қалған жердің барлығына ашық жер қалдырмай, қиылған қағаздарды жабыстырып шығамыз. Ал енді өздеріңізге ыңғайлы кирпичканың көмегімен соба-клейді ашып, яғни желімді ашып, барлық жағына тезірек жағып шығамыз, өйткені желім кеуіп қалуы мүмкін. Ал енді уақытты өткізіп алмай, тезірек қағаз қиындыларын желімге орнатамыз, жабыстырамыз яғни. Қағаздың барлығын жабыстырып болғаннан кейін бір түннің ішінде кебу керек. Кепкен кезде қағаздың түсі ақ болады, әдемі болып шығады. Қазір су күйінде мынадай болып тұр. Бір күнге қойып қоямыз, яғни кебуге. Келесі күні қағазымыз кепті. Енді оның төменгі жағын қазір сурет қоямын. Бәрі белгілі болады. Төменгі жағын қызыл түске осылай ирек қылып бояймыз акварельдің көмегімен. Бастапқыдағы шарымызды алмауға ұйғардық. Сөйтіп шар көрінбес үшін қалдырып кеткен жерлерді қайтадан қағазбен желімдеп шықтық. Ал шар ішінде қалды. Ал кемшіліктері болып жатса, наклейканың көмегімен жасыруға болады. Талғамдарыңызға байланысты киндер сюрприз жазуын бөлек қағазға жазып, қиып, дайын болған ойыншыққа мынадай етіп жабыстырамыз. Біз бұл ойыншықты бірінші рет жасап жатқаннан кейін, тәжірибеміз жоқ болғаннан кейін кішкене қателіктер кетті. Мінсіз деп айта алмаймын, дегенмен осылай балалармен бірге көңіл көтеріп, балалардың ой өрісін дамытатын осындай ойыншықтарды жасап тұрған дұрыс деп ойлаймын. Менің балама сыйлық қатты ұнаған сияқты, көз алмай қарап отыр. Бір күн бойы осы ойыншықпен ойнады. Негізі бұны мен сақтап қойғым келеді, жыртқызбай. Ал егер сіздерге
бұл бейнеролик ұнаса лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алда сіздерді бұдан да қызық видеолар күтеді. Соның ішінде ертегілерді шығарып тұруға тырысамыз. Сау болыңыздар.